Анашым, қарным ашты. Анашым. Саған жазып отырған бұл хат менің алғашқыда соңғы сөздерім болуы мүмкін. Бүгін мен тағы таңнан кешке дейін ештеңе жемедім. Қарным аш. Жерде жатқан кепкен нанның үгіндісін тауып алдым, соны тісіммен жұлқылап жедім. Жеп отырып жыладым, өйткені сен салатын ыстық бауырсақты сағындым. Есіңде ме, біз бұрын бірге отыра қалып, сен нан жер алдында бісміллә де деуші едің. Қазір нан жоқ, бісміллә де жоқ. Кеше Ерланның шешесі бір үзім нан берді, мен соны екіге бөліп, жартысын көрші Гүлнарға бердім. Ол менен де арықтап кеткен. Анашым, сен кеткелі бұл үй үңірейіп қалды. Пеш суып кетті. Түнде бүрсең қағып, сені құшақтап жатқандай өз көрпемді ораймын. Жылмайды. Мен бүгін сені тағы түсімде көрдім. Сен күлдің. Балам, сабыр ет дедің. Сол сәтте оянып кеттім. Үмітім де оянды. Бірақ оянып қарасам, үйде тек үнсіздік, терезеде мұз. Бүгін қар жауып тұр. Мен терезеден қарап отырып, сен келгендей сезіндім. Жүгіріп есікке бардым, ешкім жоқ екен. Анашым. Мен шаршадым. Бірақ сен үшін, сен армандағандай жақсы адам болуға тырысам. Бүгін кешке пешке қағаз жағып отырмын. Ішінде сенің бұрынғы жазған хатың жанып кетті. Кешір. Егер ертең оянбасам, анашым, мені кешірші. Мен сені жақсы көрем. Сенің балаң. Анашым. Бүгін тағы сенсіз таң атты. Таң емес, тас қараңғы секілді. Сен кеткен күннен бастап мен үшін жарық сөнгендей. Есіктің алдына шықсам, бүк түсіп жатқан мысықта мен сияқты тоңып жатыр екен. Мен оған бір уыс бидай бердім, бірақ ол да жей алмады. Өлген шығар. Сен жоқта өмір тоқтап қалғандай болды. Ескі сағат жүрмей тұр. Тоқтап қалған уақыты дәл сен кеткен сәт секілді. Анашым, мен бүгін өзімнен үлкен адамдарға барып жұмыс сұрадым. Кет, балақай, сенің орның емес бұл жерде, деді. Мен үндемедім. Көзіме жас келіп қалды, жыламауға тырыстым. Себебі сен, ер жігіт жыламайды деуші едің. Бірақ мен бала емеспін бе? Бүгін көрші Күләш апай. Әй, мына жетім тағы қайдан жүр? Деді. Жетім. Ол сөз жүректі қанжардай тіліп өтті. Анашым. Сен бар кезде мен ешқашан жетім болмаған едім ғой. Бүгін мен қойын дәптеріме саған тағы хат жаздым. Саусағым тоңып қалды. Қалам ұстауға шамам келмеді. Сонда да жаздым. Мен сені күтем деп жаздым. Сен оқымасаң да жел оқсын дедім. Жел сенікіне ұқсайтын үнмен тереземді қағып жатты. Анашым, мен кейде ішімнен сөйлеймін. Сені естимін бе деген үмітпен. Сен, балам, шыда. Бәрі жақсы болады дейтін едің ғой. Бірақ бәрі жақсы болмай жатыр. Бүгін көрші балдар нан үшін төбелесті. Мен қарадым. Қатыспадым. Себебі сен. Адам нан үшін емес, ар үшін өмір сүреді деуші едің. Анашым. Егер ертең менде бір үзім нан үшін жан беріп жатсам, ар мен сенім үшін өлді деп ойлашы. Сен жоқта мен осылай өмір сүріп келем. Сенің балаң. Анашым. Бүгін мен көрпемнің астында ұзақ жаттым. Аяғым тоңып кетті, бірақ орнымнан тұруға зауқым болмады. Себебі сен мені иығыңа жамылып орап, кішкентайым тоңып қалма деп жылтып тұрушы едің. Сен жоқсың. Жылы сөзіңде, мейірімге толы даусыңда жоқ. Мен тек жастығымды құшақтап жатам. Ол сені елестетеді. Сен жоқта барлық дыбыс өшкендей. Үйдің іші тым-тырыс. Пешке ағаш жоқ. Терезенің сыртынан суық аяз үрлеп тұр. Мен өзіме өзім ертегі айтып жаттым. Сонда менің ойымда сен барсың. Біз бір уыс ұннан бауырсақ жасап отырмыз. Сен маған күліп қарайсың. Мен де күлдім, бірақ көзімнен жас ақты. Сағынышпен араласқан жылау екен. Кеше дүкеннің алдына барып иіскеп қарап тұрдым. Нан иісі шығып тұрды, бірақ менің қалтамда тиын жоқ. Анам, сен барда мен ештеңеден тарықпаушы едім. Енді тек бір үзім нан үшін қаншама бала суықта кезекте тұр. Бүгін үйге бір кішкентай торғай кіріп кетті. Ол да тоңып қалған сияқты. Мен оны алақаныма салып жылттым.
Ол дір-дір етіп тұрды. Сол сәтте өзімді көргендей болдым. Ол үндемеді. Мен де бір-бірімізге қарап үнсіз отырдық. Сен үйде болсаң, кішкентай жан иесіне де қамқор бол дер едің. Мен сол сөздерді ұмытпаймын, анашым. Сен менің жүрегімде ғана емес, осы 4 қабырғада қалдың. Сенің есің сіңген орамалыңнан айырылмай ұйықтаймын. Ол мені жылтатын жалғыз нәрсе сияқты. Анашым, мен бүгін тағы аш қалдым. Бірақ аштықтан бұрын сағыныш жаман екен. Көрпемнің астында бүк түсіп жатып, ішімнен саған хат жаздым. Егер бір күні мен ұйқыдан тұрмасам, біліп жүрші, мен сені күтіп жатамын. Сенің балаң. Анашым, сенің есің сіңген орамалды бүгін төсегімнің жанына тағы қойдым. Кеше түнде сол орамалды құшақтап ұйықтаппын. Түсімде сен келдің. Ақ көйлек киген, жымиып қарап тұрсың. Қасыма келіп шашымнан сипадың. Мен, анашым, мені тастама деп айтып үлгергенше оянып кеттім. Қарасам, бөлме суық, сен жоқсың. Тек орамал ғана жылап жатқандай. Анашым, мен бүгін қайтадан көрші ауылға бардым. Аяғым ауырды, бірақ сен үшін шыдадым. Жол бойы ішімнен дұға оқыдым. Құдайым анам аман болсын. Бірақ дұғам кеш қалған сияқты. Себебі сен енді қайтып келмейсің, солай ма? Адамдар маған аянышпен қарайды. Кейбірі бетіме тіке қарауға батпайды. Кейде ойланып қалам. Менің не жазығым бар? Мен анамды жақсы көргенім үшін жылауым керек пе? Неге мен ғана үнемі жалғыз қалам? Бүгін ескі сандықты ашып көрдім. Ішінен сен тіккен ескі көйлек шықты. Сен, бұл көйлекті тойыңа киесің деуші едің. Анашым, менің тойым болмайды. Себебі сенсіз өмірдің өзі тойсыз күн сияқты. Қағаз бен қалам тауып алдым да, тағы да саған хат жаздым. Менің хаттарымды сен оқымасаң да, жел, күн, көк аспан оқысын деп жазам. Мүмкін бір күні сен естіп қаларсың. Көктемде көк шыға бастағанда, гүлдің арасында менің үнсіз дұғам саған жетер. Анашым, бүгін мен бір үзім нан таптым. Бір кісі садақа деп берді. Оны жегенде көзімнен жас шықты. Себебі сен. Нан Алланың нығметі. Нанды көз жасыңмен жеуші болма деп үйреткен едің. Ал мен көз жасымды тыя алмадым. Сенің есің сіңген орамалды бетіме басып үнсіз жатып қалдым. Мүмкін сенің жүрегің сезетін шығар менің халімді. Сенің балаң. Анашым, бүгін мен көшенің арғы бетіндегі дүкенге жақындадым. Терезесінен жылы нанның иісі бұрқ ете қалды. Сол иіс бір сәтке сені еске түсірді. Сен қамыр илеуші едің ғой. Пешке нан салған сәттегі иісің дәл осы иіс еді. Мен көзімді жұмып, терезенің жанына ұзақ тұрып қалдым. Кіре алмадым. Себебі қалтамда бір түйір тиын да жоқ. Адамдар өтіп бара жатыр. Бірі тоқтап маған бірдеңе айтпақ болды да үндемей кетті. Мүмкін көзіне менің мұңым көрінген шығар. Мүмкін мені бала деп емес, жоқтыққа батқандардың өкілі ретінде қабылдаған болар. Себебі менің киімім жұпыны, аяғымда тесік етік, қолым тоңған, көзімде сағыныш. Кеше-кешке далада келе жатып бір қарияның. Қазіргінің баласы аш болса, жылайды. Бұрынғы бала шыдады дегенін естідім. Анашым, мен шыдап келем. Бірақ мен де адаммын ғой. Жаным ашығанда, жүрегім сыздағанда саған айтқым келеді. Сен ғана менің көзімнен жасты сүрте алатын едің. Бүгін үйге кіріп, пештің түбіне отырып, кішкентай нан қиқымын іздедім. Таппадым. Сосын сенің суретіңе ұзақ қарадым. Сен маған күлімдеп тұрсың. Ал мен көзімнен жас сорғалап отырған баламын. Анашым, мен бүгін түнде сенің жаныңда болғым келді. Жай ғана сенің тізеңе басымды қойып, үнсіз жатсам жеткілікті еді. Бір үзім нан үшін емес, сенің ыстық құшағың үшін жылағым келді. Сен жоқсың. Ал мен көзімді жұмып, сенің иісің сіңген жастыққа басымды қойып сыбырлаймын. Анашым, қайтшы, өтіне мені енді жалғыз қалдырмашы. Сенің балаң. Анашым, бүгін таң ата ояндым. Бірақ ішімде бір ауырлық тұр. Құдды жүрегімнің бір бөлшегі кетіп қалғандай. Кеше сен түсіме ендің. Сен мені маңдайымнан сүйдің де сыбырладың.
Ботақаным, мен енді сенің жүрегіңдемін. Оянсам көзімнен жас тоқтамай ағып жатыр екен. Бөлме іші жап-жарық, бірақ жылу жоқ. Көзім бір уыс ұнға түсті. Түнде көрші апа берген. Сол ұннан пісіргім келді. Өзің үйреткендей алдымен қолымды таза жуып, содан соң қамыр илеп отырдым. Қолым дір-дір етеді, жүрегім шымырлап тұр. Себебі бұл саған арнаған соңғы наным. Осы соңғы бір үзім нанды пештен шығарып, екеуміз отырған төрге апардым. Сен отырдың деген жерге қойып. Анашым, осы нан сенікі дедім. Көз жасым сол нанның бетіне тамып кетті. Нан мен жас қатар төгілді. Адамдар тоқ жүріп нанды айқасты етеді. Бірақ мен үшін ол сенің иісің, сенің қолың, сенің жүрегің. Мен енді ешқашан нанды тастамаймын. Себебі менің анам аштықта өмірден өтті, ал мен аман қалдым. Анашым, мен өстім. Бүгінде мен басқаларға қамқор болғым келеді. Кішкентай балалар тоңбасын, аналары жыламасын деп армандаймын. Сен мені жақсы көрдің. Сол махаббатты мен адамдарға беруім керек. Сен жоқсың. Бірақ мен саған ұқсап бір үзім нанды қадірлейтін ұрпақ болам. Мен саған жазған соңғы хатымды осымен аяқтаймын. Себебі жүрегімде сенің сөзің қалды. Бір үзім нан, бір өмірдің үміті. Қарны тоқ ұрпақ ашандардың көз жасын ұмытпасын.